Баршаңызға қайырлы күн, менің сүйікті оқырмандарым. Бүгін сіздерге осындай өте дәмді, тойымды, нәзік, оңай жасалатын пирог рецептісімен бөлісемін. Бұл пирогтың құрамында саңырауқұлақ және тауық еті қосылып жасалатындықтан пирог сондай тойымды болып шығады. Әсіресе ер адамдарға қатты ұнап, отбасыларыңыздың сүйікті тағамына айналады. Ең алдымен ұнды електен өткізіп дайындап аламыз. Салқын қатты етіп қатырылған суық сары майымызды алып, осылай ұнға аунатамыз. Аунатылған сары майымызды үккіштен өткіземіз. Үккіштен өткізбес бұрын міндетті түрде майымызды осылай ұнға матырып отырамыз. Егер сіздерге осылай жасаған ыңғайсыз болса, онда ұн мен майды блендерда бірге ұсақтасаңыздар болады. Енді осы ұсақталған майымыз бен ұнымызды кішкене араластырып біріктіреміз. Көп араластырудан қажеті жоқ. Осыған енді тұз және қантты қосып, тағы да барлығын жақсылап араластырып аламыз. Қолданатын майымыз міндетті түрде суық болуы керек. Жұмыртқаны салып, лопаткамен осылай кішкене араластырып, барлығын бір-бірімен біріктіре бастаймыз. Содан соң ақырындап лопатканы қолымызбенен тазалап, кейін қамырды қолымызбенен осылай біріктіріп илейміз. Қатты көп илеудің қажеті жоқ, себебі майымыз еріп кетуі мүмкін. Сол себептен тез-тез жылдам етіп қамырымызды илеп шығамыз. Дайын болған қамырымызды салафанды пакетімізге салып, шамамен жарты сағатқа мұздатқышқа салып қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге осындай шампиньондар қажет. Оны тазалап алғаннан кейін екі бөлікке бөліп, әрқайсысын осылай видеодағыдай ұзынша етіп турап шығамыз. Оларды жуудың қажеті жоқ, бірден осылай турап барлығын дайындаймыз. Негізінде осылай көп көлемде болғанымен, олар қуырылған уақытта көлемдері кішірейіп, азайып қалады. Сол себептен көп болғандығынан қорықпаңыздар. Енді келесі бізде пияз, оны жарты бөлігін ғана алып, осылай видеодағыдай ұсақтап турап шығамыз. Кейін туралған пиязды шетке алып қоямыз. Осындай тауық етін қолданамын. Негізінде сіздер кез келген тауық етін қолдансаңыздар болады. Мысалға піскен, немесе қақталған тауық еттері де жарайды. Немесе осылай менікі сияқты тауықтың төс етін алып видеодағыдай етіп турап, кейін оны қуыратын боламыз. Достар, мен осы каналымда апта сайын тұрақты түрде жаңа, сенімді, өзім үнемі қолданатын рецепттермен бөлісемін. Оларды жіберіп алмау үшін және бірінші болып көру үшін каналға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Салмасына қажетті заттардың барлығын турап дайындап алғаннан кейін табаны қатты етіп қыздырып, бірінші кезекте майды құймастан саңырауқұлақтарды қуырамыз. Біздің саңырауқұлақтарымыздың көлемі осылай кішірейіп, өзінің осындай сұйықтығын бөледі. Осы сұйықтықтың барлығы толықтай тартылғанға дейін осылай үнемі араластырып отырып қуырамыз. Сұйықтық тартылған уақытта дәміне қарай тұзын сеуіп, бірнеше секунд тағы да қуырып осылай араластырамыз. Кейін қуырылған саңырауқұлақтарымыздың барлығын табадан алып, басқа ыдысымызға саламыз. Қызып тұрған табаға сұйық майды құйып, ол қызғаннан кейін туралған тауық етін салып, толықтай пісіреміз. Етіміз біркелкі жақсы болып қуырылу үшін осылай араластырып отырамыз. Каналымдағы барлық рецептке қажетті заттардың мөлшері видео соңында описание бөліміне жазылады. Бірнеше минут қуырылғаннан кейін біздің етімізде осындай сұйықтық пайда болады. Осы сұйықтықтың барлығы толықтай тартылғанға дейін етімізді жақсылап қуырып, суы тартылғаннан кейін оған дәміне қарай тұз және паприканы салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Араластырып болғаннан кейін осы тауық етімізге туралған пиязды салып, тағы да барлығын жақсылап пиязымыз сарғайғанға дейін қуырамыз. Пиязды қуырып алғаннан кейін барлығын табадан түсіріп, басқа ыдысқа салып, толығыменен суытамыз.
Пирогқа қажетті формаға пергамент қағазын төсеп алдын ала дайындап аламыз. Мендегі форманың диаметрі 24 сантиметрді құрайды. Жаңағы қатырылған мұздатқыштан шыққан қамырымызды алып, дастарханымызға ұнымызды сеуіп аламыз. Кейін қамырымызды қойып, беті жабысып қалмау үшін бетіне де ұнымызды сеуіп, барлығын біркелкі етіп оқтаумен жайып шығамыз. Қамыр дастарханға және оқтауға жабысып жатқан болса, онда кішкене ұннан сепсеңіздер болады. Ал менікі сияқты қамырларыңыздың жыртылған жерлері болса, онда осылай шығып кеткен жерлерін алып, қамырға жалғап, бетіне ұнды сеуіп, қамырды ары қаратай жайсаңыздар ыңғайлы болады. Енді осы жайылған қамырды формамыздың ішіне жайғастырамыз. Бірдей етіп орналастыруға тырысамыз. Егер қамырларыңызда осындай менікі сияқты жыртықтар пайда болатын болса, онда уайымдаудың қажеті жоқ. Қазір қамырымызды орналастырып алғаннан кейін, оның шығып кеткен жерлері болса, сол жерлерін пышақпенен біркелкі етіп кесіп шығамыз. Кесілген қамырды бір-біріменен біріктіріп, кейін осы жаңағы жыртылып кеткен қамырымыздың орнына орналастырамыз. Міне видеодағыдай етіп, қолымызбен ыңғайлы қалыпқа келтіріп, жыртылған қамырымызға орналастырамыз. Осылайша біздің қамырымыз өте оңай формаға жайғасады. Қамырымызды осылай көтеріліп кетпеу үшін шанышқыменен тесіп шығамыз. Пешімізді алдын ала 180 градуста қатты етіп қыздырып, 15-20 минуттай жартылай пісіреміз. Қамыр жартылай піскенше салмасын дайындауды жалғастырамыз. Майлылығы 20% болатын қаймаққа 2 жұмыртқаны және дәміне қарай тұзды салып, барлығын жақсылап венчикпенен араластырамыз. Ұзақ араластырудың қажеті жоқ, барлық ингредиенттеріміз біріксе жеткілікті. Енді осы сұйық массамызды шетке қарай алып қоямыз. Біздің қамырымыз жартылай осылай дайын болып шығады. Енді осы жаңағы дайындап қойған салмамыздың барлығын жартылай піскен қамырымыздың үстіне кезек-кезек орналастырамыз. Қамырды көп ұзақ пісірудің қажеті жоқ. Осылай жартылай пісіріп алғаннан кейін салмасының барлығын толық саламыз. Ірімшікті де қосамыз. Бірден қолымызбенен осылай қамырымыздың ішінде салынған салмамыздың барлығын араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін жаңағы сұйық кілегейлі массамызды құйып, ақырындап жайлап асықпай құйып шығамыз. Барлығын біркелкі етіп құюға тырысамыз. Осы пирогымыз толығымен дайын болды. Енді оны тағы да қызып тұрған пешімізге салып, шамамен 40 минуттай пісіреміз. Осы кезде пирог толығымен пісіп шығуы керек. Піскен пирогтың беті осылай сарғайып, оған құйылған сұйық салмамыз толықтай пісіп, өзінің формасын жақсы ұстайды. Енді осы пирогымызды формадан босату үшін және шеттері сынып кетпеу үшін осылай пышақпенен жүріп шығамыз. Кішкене суытып алғаннан кейін пирогымызды формадан босатамыз және қонақтарымызға ұсынсақ болады. Бұл пирогты жылы күйінде жесеңіздер сондай дәмді, дәмі тіл үйіреді, ал үйдегі иісті айтып жеткізу мүмкін емес. Әсіресе отбасыларыңыздағы ер адамдардың жүрегін бірден жаулайтын тағамдардың бірі. Отбасы мүшелерінің барлығына сөзсіз ұнайды. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздерге де видео рецепт ұнайды деген ойдамын және ол сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Егер сіздерге видео ұнаса, міндетті түрде каналға лайк басып, достарыңызбен бөлісуді және каналға қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.